Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Лекциямыздың екінші тақырыбы лидерліктің теориялық негіздері. Лекциямыз кіріспе бөлімнен лидерліктің дәстүрлі тұжырымдамалары, лидерліктің теориялары және қорытынды бөлімнен тұрады. Лидерліктің дәстүрлі тұжырымдамалары ғасырлар бойы қалыптасып, басқару мен ықпал етудің әртүрлі тәсілдерін қамтиды. Олардың негізінде көшбасшылықтың жеке қасиеттері, билік түрлері және ұжымдық өзара әрекеттесу процестері жатыр. Лидерліктің дәстүрлі тұжырымдамаларына келетін болсақ, лидерлік туралы алғашқы көзқарастарды айта кетсек. Платон мемлекетті басқаруға тек философ билеушілер лайықты, шынайы көшбасшы, білімді, әділетті, рухани жағынан жетілген тұлға болу қажет деген ұстанымда болды. Ал Аристотель басқарушы тұлға ақыл парасаты бар, моральдық үлгі бола білетін адам. Көшбасшылық этикалық мінезге, жеке қабілетке негізделген деді. Антикалық дәуірде көшбасшылық тектілікпен, туа біткен қасиетпен, рухани және парасаттылықпен тікелей байланысты болды. Ал шығыс мәдениетінде көшбасшылыққа тоқталатын болсақ, шығыс философиясында көшбасшылық. Конфуций: жақсы лидер халықты әділетпен басқаратын, үлгі болатын тұлға. Лидердің үш негізгі қасиеті, яғни адамгершілік, әділдік, дұрыс мінез деп атап өтті. Өзінің даналығында билеуші халықтың айнасы деген болатын. Лао Цзи: лидер табиғатпен үндестік орнататын, өз беделін қудаламайтын дана тұлға. Ең үздік көшбасшы барын білдірмей, халқын өзіне сендіре білетін адам деген. Қазақ дәстүріндегі көшбасшылық. Көшбасшылықтың ұлттық моделіне келетін болсақ, ол дала даналығы мен ел басқару дәстүрі негізінде қалыптасқан. Қазақ қоғамында көшбасшы болу тек билік иесі болу емес, рухани, саяси, әлеуметтік жауапкершілікті жүктеу болып саналды. Оның ішінде хандар мен билерге келетін болсақ, Әз Тәуке хан, Абылай хан, Кенесары хан ел бірлігін сақтап, әділдік орнатқан тарихи лидерлер. Ал билеріміз Төле би, Қазбек би, Әйтеке би сөзбен шешкен, бітімгерлікпен басшылық жасаған көшбасшылар. Алаш зиялылары 20 ғасырдың нағыз көшбасшылар болып саналды. Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы ұлттық мүдде, білім, тәуелсіздік жолындағы күрескерлер. Қасиеттері: қазақ дәстүрінде көшбасшылықтың негізгі қасиеттері ол халыққа қызмет ету, шешендік пен білім, ұлт мүддесін қорғау және ұйымдастырушылық қабілет болып саналды. Лидерліктің теориялары. Бұл теориялар лидердің кім екенін, қалай әрекет ететінін және қандай жағдайда тиімді болатынын анықтауға көмектеседі. Лидерлік теориялары бұл көшбасшылық феноменін ғылыми тұрғыда түсіндіруге бағытталған концепциялар. Олар адамның жеке қасиеттері, мінез-құлқы, жағдай мен орта сияқты факторларға сүйенеді. Негізгі бағыттары: қасиеттер теориясы, яғни туа біткен лидерлік қасиеттерді зерттейді. Лидер болу үшін адамға қандай жеке қабілеттер болу қажет екенін зерттейді. Мінез-құлық теориясы лидерліктің нақты әрекеттері мен стильдерін маңызды деп санайды. Жағдайға байланысты теориялар, яғни лидерлік стилі жағдайға байланысты өзгереді деп түсінеді. Қазіргі заманғы теориялар харизматикалық, трансформациялық, трансакциялық көшбасшылықты негізге алады. Келесі қасиеттер теориясы. Қасиеттер теориясының негізгі идеясы: бұл теория лидерлік адамның бойындағы белгілі бір қасиеттермен байланысты деп тұжырымдайды. Лидер болып тумайды, лидер болып дүниеге келеді. Адамда көшбасшылыққа лайық туа біткен қасиеттер болады дейді. Көшбасшыда болуы керек қасиеттер: ақыл парасат, стратегиялық ойлау, шешім қабылдау қабілеті. Ал келесі шешімділік, яғни қиын сәттерде тез әрі батыл әрекет ету, шешім қабылдай алу. Энергия мен ынта, жоғарғы мотивация, белсенділік. Әділеттілік пен сенімділік,
яғни адамдардың сеніміне ие болу. Келесі коммуникативтілік, сөзбен әсер ете білу қабілеті және ықпал ете алу. Ал енді осы теорияның өкілдеріне келетін болсақ, Стагдил көшбасшылыққа тән ортақ қасиеттер бар, бірақ олар жалғыз өзі жеткіліксіз деп санаған. Ал Кеттел бойынша факторлық талдау арқылы 16 лидерлік қасиетті анықтаған болатын. Келесі мінез құлық теориясы. Бұл теория көшбасшылардың туа біткен ерекшеліктеріне емес, олардың нақты әрекеттеріне назар аударады. Оның негізгі идеясы көшбасшы болып туылмайды, көшбасшы болып қалыптасады. Ең маңыздысы лидердің мінез құлқы мен іс-әрекеті деп санайды. Екі негізгі мінез құлық түрін қарастырады. Бірінші, адамға бағытталған мінез құлық, яғни қызметкерлерге қамқорлық, сенім, мораль және мотивацияны нығайту. Лидер өз командасымен жақын байланыс орнатады. Міндетке бағытталған мінез құлық, мақсат қою, ұйымдастыру, нәтижеге жету, нақты ережелер мен жоспарларға негізделген басшылық. Оның өкілдері Огойо университетінің зерттеуі инициатива құрылымы болып саналған, яғни ынтымақтастық пен қамқорлық. Және Мичиган университеті тиімді көшбасшы екеуін де тең ұсынатын адам деген зерттеулерінде осындай тұжырымдамаларды ұсынған болатын. Келесі, жағдайлық теориялар. Лидерлік стильдің тиімділігі жағдайға байланысты өзгеруі мүмкін деп санайды. Мұнда лидер ұжымның дайындығына, тәжірибесіне және қажеттіліктеріне қарай басқару тәсілін өзгертуі мүмкін. Фидлердің жағдайлық моделін қарастыратын болсақ, лидердің стилі қатынастық, яғни адамға бағытталған немесе тапсырмалық болады дейді. Жағдай 3 фактормен анықталады. Бірінші, лидер мен топ арасындағы қарым-қатынас, мақсаттың айқындылығы және лидердің билік деңгейі. Келесі, Херси мен Бланшардтың көшбасшылық стилін бейімдеу моделі. Мұнда топ мүшелерінің дайындық деңгейіне байланысты стиль таңдалады, яғни төменде 4 стильді көрсеткен. Бірінші, баяндау, түсіндіру, қатыстыру және делегирлеу, яғни жаңағы топқа жұмысты дұрыс бөліп бере білу. Үміт жолы теориясы. Яғни Хаустың үміт жолы теориясына келетін болсақ, лидер ұжымның мақсатына жету жолында кедергілерді алып тастауы керек дейді. Және бұл жерде де 4 стиль қарастырылған, директивті, қолдаушы, қатысушы және жетістікке бағытталған. Ұлы тұлғалар теориясына келетін болсақ, бұл теория көшбасшылық туа біткен қасиет деп санайды. Яғни кейбір адамдар табиғатынан лидер болып дүниеге келеді. Мұнда мінез құлық, харизма, интеллект және батылдық сияқты сипаттамалар маңызды рөл атқарады. Мұндай лидерлер көбінесе тарихи тұлғалар, көшбасшылар, монархтар және революционерлер ретінде қарастырылады. Мысалға, Шыңғыс хан, Наполеон, Абылай хан деген сияқты ұлы тұлғаларды мысалға келтірген. Және ұлы тұлғалар теориясын зерттеушілер Томас Карлейл 19 ғасырда батырлар мен олардың тарихтағы рөлін зерттеген. Фрэнсис Гальтон лидерлік қабілеттердің генетикалық негізі туралы теорияларды ұсынған. Келесі, бізде қазіргі заманғы көшбасшылық теориялары. Оның негізгі идеясы лидерлік тек билік жүргізу емес, адамдарды шабыттандыру, өзгеріске жетелеу деп қабылданады. Яғни лидер өзгерістер агенттігі, шабыт көзі деп тұжырымдайды. Жалпы осы негізгі бағыттарды талдай кететін болсақ, харизматикалық көшбасшылық. Қазіргі осы лидерліктің негізгі бағыттарының бірі харизматикалық көшбасшылық. Мұнда лидердің жеке тартымдылығы мен харизмасы маңызды деп санайды. Қатты сенім, эмоционалды байланыс. Яғни харизматикалық көшбасшылық
осы екі критерийді негізге алады. Мысалға, Нельсон, Мандела және Стив Джобсты мысал ретінде келтіреді. Келесі трансформациялық көшбасшылық. Мұнда лидер ұжымды өзгеріске, дамытуға ынталандырады. Ол 4 элементті негізге алады. Бірінші, шабыттандыру, элемент интеллектуалды ынталандыру, жеке қолдау және моральдық миссия. Келесі трансакциялық көшбасшылық. Мұнда нәтижеге жету үшін мақсаттар мен марапат жүйесіне негізделген. Сен, маған, мен, саған принципі жүзеге асады. Және қатаң құрылым, нақты ережелер жүргізіледі. Келесі қызмет ету көшбасшылығы. Мұнда лидер алдымен қызмет етеді, ұжымның өсуіне жағдай жасайды, және де соңында ол жаңағы өзінің лидерлік ұстанымын, лидерлік қасиеттерін, қабілетін дәлелдей алады. Және де бұл жерде смарт командалар тиімді дейді, яғни бұл жерде командаға өзін мойындату өте маңызды болып саналған. Қорытындыға келетін болсақ, лидерлік теориялары әртүрлі зерттеушілердің еңбектерін негізге алып дамып отыр. Қазіргі заманғы басқару модельдеріне ықпал етеді және заманауи көзқарастар көбінесе жағдайлық, трансформациялық және қызмет етуші лидерлікке бағытталған. Қазіргі лидерлік теориялары тұлғалық, ұйымдастырушылық және әлеуметтік аспектілерді біріктіре отырып, тиімді басқару мен ықпал етудің жаңа әдістерін ұсынады. 21 ғасыр көшбасшысы заманауи технологияларды, әлеуметтік жауапкершілікті және адами құндылықты үйлестіре білетін тұлға болуы қажет деп саналады. Назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.